Сіздермен кереметтей бауырсақтың қарапайым рецептісімен бөліскім келіп тұр, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер, сақтап алыңыздар, каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен ыдысқа майымызды ертіп, қантымызды саламыз, содан кейін барып тұзымызды жылы сүт пен суды араластырып бірге саламыз да қант пен тұз ерігенше араластырамыз. Одан кейін дрожжымызды кішкене сүтпен бірге араластырып көтереміз да, соны қосып, қаймақты қосып, жақсылап тұрып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды илеген кезде онда осылай бөліп салыңыздар. Соңында мынандай жабысқа қамыр болады, сұйықтау бола берсін, ештен кетпейді. Ең соңында 50 грамм сұйық майымызды қосамыз да жақсылап тұрып илейміз. Одан кейін барып қамыр өзі жабысқанын қойып, кішкене иленіп осылай болып шығады. Осыны ашытуға жүрмеңіз, 15-20 минуттың ішінде бірдемде ашып шыға келеді. Қалауыңызша форма жасасаңыздар болады. Мен осылай домалақ бауырсақтар жасадым. Қараңыздар, керемет болып шықты. Бір жасағаннан шығады. Сондықтан міндетті түрде